Қайырлы таң, құрметті достар. Бүгін енді мына артымызда көлден балық аулайтын боламыз. Көлдің аты Башар деген көл. Қаладан 130 шақырым жерде. Енді бұйырғанын көреміз. Жыртқышты да, жыртқыш емес балықты да аулап қараймыз. Көлдің үстін шөп басып кеткен сияқты. Бірақ біз оған берілмейміз. Сол шөптің көлдің үстіндегі шылаудың үстінен қазір біз жаңағы не дейді? Жылтырауық немесе бақа, құрбақаны лақтырып қараймыз. Мүмкін астында, шөптің астында, судың астында жыртқыштардың үлкендері болуы мүмкін деген ойдамын. Жақсы, барлығыңызға да жақсы көрініс болсын. Міне осы затқа, мынау құрбақа ма, қалай деп атса болады? Бақа ма? Осыған аулайтын боламыз. Ана аққуларды көрдіңіздер ме? Балдарымен жүзіп жүр екен, қазір көрсетіп қарайын сіздерге. Міне кетіп бара жатыр. Екі аққу балдарымен. Аққулы көл. Одан әрмен қарата жалғастырамыз. Айтып жатқаным мынау. Осы менен мына шылауларды көріп тұрсыздар ғой. Көлді негізі шылау басып кетіпті. Бірақ мүмкін астында балық болуы мүмкін, қараймыз. Осыны қазір лақтырамыз. Неге бұны лақтырамыз? Бұның ең жақсы қолайлы заты мына шөпке ілінбейді, шөптің үстімен жүріп отырады. Қараймыз, жаңағы мен көрсеткен құрбақа. Ал қарайық ал. Уақыт таңертеңгі 6:30. Әне үстінен түсті ана жерге. Қазір жайлап тартып бастайды. Міне келе жатыр. Міне құрбақамыз. Әзірше жыртқыштың шабуылы жоқ. Қарай енді, балықтар мүмкін әлі ұйықтап жатқан шығар? Мүмкін әветте шығармашылығын бетін. Негізі әдемі келе жатыр міне. Балық па, құс па? Уақытты құртпай өткендегі түртетін жерге. Жаңағы барған жерімізден болмады, енді мынау сәл ашықтау жерге келдік. Осы жерден енді аулайтын боламыз. Мына шылау көлдің бетіне шығып кеткен, бірақ аулауға тырысамыз осы жерден енді не де болса. Құрметті менің көрермендерім. Міне балық. Ілінді ба? Әдемі келе жатыр ғой. Иә. Қандай балық мынау? Жыланбас? Жыланбас түрін қараңдар. Міне мынау жыланбас. Қандай жылтырауыққа немесе білесіне қатысты.
Өте әдемі балық және жыртқыш балық. Түрін қараңыздар. Көрсет. 1,5 келі. 1,5 келі шығады ма? Өткендегінде ұстау керек болды, я. Дальше әрі қарай жалғастыра береміз енді. Міне, құрметті менің көрермендерім. Мынау баяғы біздің Кефальдің поводогы. Осыменен қазір не? Аулап бастаймыз. Бұйырған затты көреміз ғой. Жаңа көрдіңіздер, жыланбас балықтың түрткен, қапқан. Әлі алда уақыт бар, қызық алда деп ойлаймын. Қараңыздар, бізден кетпеңіздер. Кефальные поводки. А я туда зацепил нарезку. Осылай лақтыра берейін ба? Иә. Нормально, да, еще? Нормально. Туда же кинул. Это пушку кто-то трогает, не знаю кто. Посмотрим сейчас. Идет. Это, наверное, змееголовная, смотри. А ну-ка. Ни хрена себе, вот смотри. Гада. Гада. Фух. Опа. Увеличь, покажи. Вот так и мы ловим, ребят. Красота, да, смотри, как я отпускаю. Ты давай еще больше. Вот сейчас больше поймается, я заберу. А так чуть мелковато, да? Килограмм. Опа! Подойди. Вот все. Сейчас все. Смотри. Все? Нету рыбы. Қалай кетті? Ана енді 2 келдің шамасында оны алу керек болады шығар. Суға салып қойсаңыз. Не, наны. Кефальдің поводогымен лақтырып қойдым. Жауын құртқа. Енді бұл мақсатымыз нарезка ұстап, жыланбастың үлкенін ұстау енді. Мынадан бір 5-6 келілігі бар деген енді аңыз бар, әңгіме бар. Сол түседі ма деген ойдамыз енді сіздерге. Сіздер қарап жатқан кездеріңізде. Екіншісі. Тағы да жыланбас па? Шортан ба? Шортан, міне. Негізі балық аулау жақсы жүріп жатыр. Түндігі шортан. Шортан бар, жыланбас бар. Бізге не керек бастан басқа? Жақсатып түртті. Мынау теңіздің поводогы. Поводок дейміз ғой. Енді соған біз ана жаңа менің мына балықтарды ұстадым. Осы балықтарды кесіп, жыртқыш балыққа осы теңіздің поводогын салып жатыр қол. Түседі ма, түспейді ма, қазір қараймыз ғой. Бұны мен жауын құртына ұстадым жаңа. Жауын құрты мына жерде. Негізі таңертеңнен бастап балық аулау жаман емес. Мені өзіме ұнап жатыр. Ауа райы жел жоқ. Мына жерде қармақ тұр, түрткеннің бәрі көрініп жатыр. Жаңа өздеріңіз куә болдыңыздар, жыртқыштардың да екеуін ұстап тастады. Бұйырған тағы көреміз ғой түске дейін енді. Оны құрметті көрермендерім, сіздер де көресіздер. Лайк басып арасында жазылып қойыңыздар енді. Тек қана қарап өтіп кете бермей. Сағат 6-тан 25 кетті. Таңертеңгі 6-тан 25 кетті. Қане.
Көрсетіп қояйын тағы да. Міне. Осылай біздің. Әдем шықты ғой. Бүгін жыланбасты қыратын болдық қой. Ал. Уақыт таңертеңгі 8. Қарамақтарды құрып қойдық. Аулап жатырық. Көп емес, бірақ түсіп жатыр. Сіздерге айтайын деген сағат 8, бірақ ауаның температурасы осы уақытта жел де жоқ, тым-тымырсық 30 градустан асып кетті. Біз енді түске дейін боламыз деп ойлап отырық. Қараймыз енді оны. Кеше 38-40 болды. Мында күннің астында тұру негізі оңай емес, бірақ балық түртіп жатыр. Балық түртіп атқан кезде ыстыққа да, салқынға да балықшылардың қарамайтын әдеті ғой. Адреналин келіп тұрған уақытта, не? Арасында мынау қоңыраумен тыр-тыр етіп түртіп қояды. Ал жігіттер мен қыздар, аққулар мен қыздар, біздің жарты сағатта ұстаған балықтарымыз 2-3 шығып кетті. Мынаны танисыздар. Сырдың шортаны. Мынаны танисыздар. Жыланбас балық. Жүзген заттың бәрін жейді. Мынау да жыланбас балық. Сіздерге көрсетіп жатқаным ғой, бүгінгі енді күннің ысуына байланысты біз балықты аулауды уақытша тоқтатамыз. Өйткені күн ыстық 40 градустың үстіне кетіп қалды. Солай, құрметті менің көрермендерім. Шопырлардың бәрі кетіп қалды. Көмек береміз деп. Осылай шығар. Ал. Мынаны басамыз. Екке саламыз. Ой, сайда екімен болмайым дейді ғой. Ұмытып қалыпты ғой. Бірмен. Ал кеттік ал. Осылай жүре береміз енді. Құрметті достар, осымен бүгінгі балық аулауымызды аяқтаймыз. Бүгін негізі жыртқыш балықтарға салып қарадық, жаман емес. Бір сағат, жарты сағаттың ішінде 7-8 ұстадық. Жыланбас балықты, шортанды, алабұғаны. Осы сыр балықтарының ішіндегі жыртқыштарын. Жаман емес. Бір қызығы, айта кететін қызығы менің Каспийде кефальға салатын паводоктарым. Солармен де аулап жүрмін. Оларға мынау нарезка дегенді кесіп салам. Ана балықтар түртіп бастайды. Олар паводоктың түріне қарамайды. Енді қызық қой, мен үшін қызық, менің көрермендеріме де қызық қой деп ойлаймын. Олар байқап көріп отыр. Жақсы. Енді қол босаса тағы да шығамыз ғой, тағы да көрсететін боламыз. Сіздер тек қарап өтіп кете бермей жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы, тек жақсылықта кездесейік.